Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы болып шығатын қаттама жасайтын боламыз. Менің отбасыма қатты ұнайтын көптеген жанның жүрегін жаулаған қаттамалар. Сіз де дайындап көріңіз. Ол үшін біз ыдысымызға жылы су құйып, оның үстінен тұз бен қопсытқышты саламыз да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды елегеннен кейін бетін жауып жылы жерге қалдырамыз. Қамырымыздың июі жақсылап қанғаннан кейін оны алып бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қамырдың көлемін кішкентай етеміз. Үлкен болып кетсе, біздің қаттамаларда үлкен, қалың болып кетеді. Міне әрбірін осылай дөңгелектеп, бетін жауып, тағы да 5-10 минутқа қалдырамыз. Қамыр дайын болғанша біз арасына қосатын көк пиязды, майды ерітіп дайындап қоямыз. Енді қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Міне осылай жұп-жұқа етіп жайып, оның үстінен ертілген сары майымызды құйып, тегіс етіп жағып шығамыз. Одан кейін оның үстіне көк пиязымызды саламыз. Көк пияз салмасаңыздар да болады, бірақ онымен қаттама өте дәмді болып шығады. Одан кейін қамырымызды осылай бір-біріне беттестіріп, олардың да араларына май жағамыз. Қамырды тағы да бір бүктеп, ораймыз. Достар, менің каналыма жазылып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Міне қаттаманың әрбірін жайып, осындай етіп, видеодағыдай тоңазытқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Енді қамырларымызды алып, қатты жұқа немесе қатты қалың етпей, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Мен жарты қаттамаға көк пияз қосқан жоқпын. Жартысына қостым, осылай жасасаңыздар да болады. Енді қызып тұрған майымызға салып, бетін жабамыз. Бұл қаттамаларды табада пісіретін боламыз. Табада бетін жауып пісіреміз. Бірінші беті піскеннен кейін екінші жағына ауыстырып, ол бетінде пісіріп аламыз. Бір қаттама шамамен 8-9 минутта піседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қатпарлы, өте дәмді болып шығады. Бұл қаттамаларды сатылымға жасасаңыздар да болады. Өте керемет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.